Негізі Аллах тағалам өмір сүрудің қағидасын беріп қойған. Сол көбіне мен естіп жүргенім бойынша, негізі екі жерде уақытты тоқтатып қояды дейді. Екі жерде екі иықтағы періште жазбайтын сәт болады дейді. Оның біреуі әпкелі сіңілді екеуі сөйлесіп отырған сәтте дейді. Яғни әпкелі сіңілді сырласып сөйлесіп, ішіндегі қайғы мұңын бөлісіп, болмаса өздерінің бір жақсы әңгімелерін айтысып отырған сәттерде Аллах тағала ол уақытты тоқтатып қояды екен, жаздырып қояды екен періштелер. Ал екінші сәт балық жеп отырғанда дейді. Осы әпкелі сіңілділердің екеуінің бірін келесі дүниеде олар екеуі бірін-бірі көрмейді деп жатады да, шынымен де көрмейтіндей сөйлесеміз ғой, дұрыс па? Вообще келесі өмірде шынымен де көрмейтіндей сөйлесеміз, былай қарасаңыз, прямо бір-бірімізді қимай өте жақын, сондай дәрежеде адам іштей енді ол адамға барлығын ашыла аласың.